кунака килдем. Киттек урман буйлап. Мине көтүп тор. Әйдә, йөгөр. Әйдә, тиен, райыл, киттек бергәләшеп китеп барабыз. Ул кем тора ул? Мин куям, мин аюдан куркам. Биреп калтырайм. Куркма, куян, мин һине ашамайым. Мин табигать карап йөрим. Ой-ой-ой, куйрагым мяу. Нимә булды? Бесәйемдә куйрагына басты. Ой, Әминә, гафу ит. Яңылыш кына. Дуҫтар, һаумыһығыҙ? Уйынға әүрәп күрешергә лә онотканбыҙ. Әкиәт китабына рәхим итегеҙ үҫкәндәрем. Куяндым куйрагы аҡсан ғына. Мине айылында куйрагы ҡысҡа. Ә минең тиемдеке куйрагы иң матур. Дөрөҫ әйтәһең, Нурсултан, тейендең ҡойроғо үҙе ҡупшы, үҙе матур бит. Эйе. Ә беләһегеҙме, үҫкәндәрем, элек айыуҙың ҡойроғо ла оҙон булған. Ҡайҙа булды? Был хаҡта Жәлил Кейекбаевтың «Айыуҙың ниңә ҡойроғо юҡ» тигән әкиәтен тыңлағас, белерһегеҙ. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон заманда бер айыу менән төлкө йәшәгән. Әйткәндәй, әле лә бар тиюлар, һаман да йәшәй бирәләр ди урманда. Айыу менән төлкө бик дуҫ булгандар. Ул замандарда айыуҙың да төлкө ҡойроғо һымаҡ бик оҙон, өрпәйеп, тулҡынланып торған һорғолт ҡара төҫтә ҙур ҡойроғо булған ти. Айыу да, төлкө лә ҡойроҡтары менән башҡа йәнлектәр алдында бик һауалана, маҡтана торған булғандар. Бер ваҡыт, йәйҙең өҫө көнөндә айыу менән төлкө ағас төбөндә күләгәлә хәлиеп ултыралар икән ти. Айыу шунда төлкөнән: «Эй, төлкө дуҫ, көләнсәс, һинең иң һөйөнөп ашаған ашың нимә ул донъяла?» дип һораған. Төлкө уйлап нитеп тормай: «Ҡуян ите әлбиттә!» дип яуаплаған. «Айыу ағай, ә һинең иң яратып ашаған ашың нимә ите һуң?» дип һораған ул айыуҙан. Айыу һалҡын ғына: «Иттәрҙең иң тәмлеһе йылҡы ите инде ул» дип яуаплаған. «Унан башҡа ла тәмле нәмә бармы донъяла?» дип һораған төлкө. Бар тигән айыу. Бына бал бигерәк тә тәмле була. Әйе, ләкин уны табыу бик ҡыйын. Ә тапһаң, балын алыуы ауыр. Ул ағас башында, бейектә, солоҡта» дип әйткән ти. Төлкө үҙ ғүмерендә бал ашағаны булмағас, быға бик ҡыҙыҡһынған. Өҫтәүенә уның ҡорһағы ла асҡансаҡ булған. «Ни эшләп ҡыйын булһын ти? Хәҙер эҙләп табабыҙ уны» тейгән төлкө. Айыу тағыла: «Табыуын табабыҙ ҙа бит, бал ҡорто үҙе шулай бәләкәй генә булһа ла бик әсе саға ул. Ҡаяуын танауға ла, телгә лә килтереп ҡаҙай. Танау, тел күберсеп, шешеп сыға, аҙаҡ бик һыҙлай» дип зарланған ти был айыу. Айыуҙың зарланыуына төлкөнөң бер ҙә иҫе китмәгән. Ул шунда айыуға бер хәйлә өйрәткән ти. «Айыу ағай, һин уға бер ҙә аптырама, тәүҙә һин бал ҡорттарын ярһыт. Шунан улар күмәкләп һинең йөнөңдө һырып алыр. Ә мороноңдо ҡултыҡ аҫтына йәшереп тор. Улар һине тамам һырып алғас, һин ергә төш тә аунай башла. Шунан улар бөтәһе лә үлеп бөтөрҙәр» тигән. Айыуға был хәйлә бик оҡшаған. Улар икәүләп солоҡ эҙләп сығып киткән ти. Эй эҙләгәндәр булар, солоҡ бер ҙә осрамай ти. Йәйҙең иң матур сағы булған. Йүгә ағастары сәскә атҡан ти. Бал ҡорттары геүләп, йүкә сәскәһенә балға осалар ти. Урман ҡорт осҡан тауышҡа геүләп тора икән, ләкин солоҡ һаман табылмай ти әле. Шунан төлкө йәнә бер хәйлә тапҡан, һәм ул айыуға: «Туҡта әле, айыу ағай,
Біз башта бал құрттарының қай ұяққа ұсқанын көзетіп кіне тұрайық, дейкен. Аю менен түлкі мұрындарын юғары көтеріп, бал құрттарының қай ұяққа ұсқанын көзетіп тұра башлағандар. Құрттар қойы орман үсіне табаны саларды. Аю менен түлкі шым ғына олар ұсқанеқа кеткендер. Шулай юллатып бара тұрғас, ысынлапта бір сұлыққа барып сыққандар бұлар. Сұлық ырғый бір юкі ағасында, бейік табылған. Аю шатлығынан түлкіге: «Бұна байрам бұла бүгін бізге, хинделі баш бар екен, күленсіз. Хайлакар түлкі тип білме атамағандар хині», дейіп еткендей. Түлкі оның мақтауына мағайып, қалқынып қойған. Аю көп қарап тұрмайынса, тұрмашып құрт қонған сұлыққа ағас башына мініп те кеткендей. Мініп кеткез, ол ағастың бұтағыны етішлеп ұлтырып алғанда, сұлықтың қапқасын асып, бал құрттарын ярғылда өсіктіре башлаған. Бақыр бал құрттары немешләхін енді? Аюды көмәкләп сағырға кірішкен болғандар әлбетті. Аюдың йөні бик қалын, құрттардың қаяуы буйларлық түгілді. Аю юрамал сәбәләнгән болып, бал құрттарын оның хайын ярғында өсіктіре екен. Олар бітәхілі сағырға бұла аюдың йөніне ебішіп ғырып алғандар. Аюға шул ғына керек. Ағас башынан түшіп, ерді аунарға кірішкен. Ол өзінің ауыр кәудәһі менән ердә түмәр кеүек тәгәрләп йөрөй. Оны бұны білмәгән бахыр бал құрттары күбеһе иделеп бөткән һәм үлгән. Шунан һуң аю ағас башына сылыққа кире менеп, ботаққа ебішіп ултырып алған да сылықтың балын кәрәде менән һоғынырға тотынғандай. Хәзер уға бал құрттары қамасауламай бит инде. Түлкі құрт сағудан қорқып, үлен арасына кіргенде, көздерін мөлдіретіп, босып, тик ята екендей. Аю, ауызына тәмлі аш тигәз, түбәндә бал үміт етіп, ауызынан һауа құйылып ятқан түлкіні бөтенләй ұнытқандай. Түлкі өндәшіп тә қарай екендей. Аю оның тауышын құлағын ала әлмейді. Түлкінің бик асығы келген. Һәм ярар, арқыры аяқ, ясы табан, миңе тағы күнің қалыр әлі, деп қойған істәңгені. Шул аралап, сұлық янына урманда билеме қара берусі бір кіші келіп сыққанды. Түлкі кішіні көру менен аюға үндішмейгіне ағас арағына атқан. Теге кіші ағас башында сұлықтың балын ашап ұлтырусы аюды көргәз істәңгені: «Туқталі, сұлық үсіне бекләп тұнсық тұрайын бұл гөді қараны», деп ағас башына мініп кеткенді. Сұлықтың қапқасын ябайым ғына тигенде, аю сық тақас. Шында аюдың ұзын құйрығы сұлық қапқасына қатылып, үзіліп тұрып қалғанды. Шол замандан берлі аю тайыш табаны менен алпан-тұлпан атлап, әлі болғала құйрықһыд йөреп ятқан күні. Теге кіші аюдың үзіліп қалған құйрығын ағас түбінен алып, қарап тұрғанда, «Бұл құйрықтың миңа немәгә кәрәге булыр икән?» деп уйга қалған. Шунан ол аю құйрығын бір үлән башына қадап кеткен. Шуға күрәлі, ол үләнді халық тілінде әлелі аю құйрық деп ата беретелер екен. Бұна шулай, әкият тамам өткендерім. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе! Өткендерім, әйҙәгеҙ бүгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ! Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.